Мынадай түйеқұстар негізінен Африка құрлығында мекендейді, бірақ біздің шаруалар аймақтың қолайсыз климатына қарамастан осындай түйеқұстарды жерсіндіріп жатыр. Қазіргі таңда бұл шаруашылықта 30-дан аса түйеқұс бар. Бұлардың бір ерекшелігі, бір түйеқұс 1 келіден 4 келіге дейін жұмыртқа берсе, еті 50 келіге тартады екен. Сырдария ауданы Бесарық ауылында түп тамыры Африка құрлығында мекендейтін түйеқұстар өсірілуде. Мұндағы түйеқұстардың бойы 3 метрден асады, ал салмағы 80-90 келіге дейін тартады. Аналықтары сәуір мен қазан айларында жұмыртқалайды. Бұл аралықта 50-60 жұмыртқаға дейін жиналуы мүмкін. Бір қызығы, түйеқұстың бір жұмыртқасы 15 адамды тамақтандыруға жетеді екен. Шаруашылық иесінің айтуынша, түгінен бастап терісіне дейін пайдалы бұл ерекше жаратылыс иесі тез көбейеді әрі жылдам өседі. Бабын жасауда аса қиындық келтірмейді, тек уақытылы тамақтандырып отыру қажет. Түркістан, Шымкент облыстарында түйеқұспен айналысып жатқан шаруашылықтар бар. Енді қазір әр тараптандыруға байланысты өзінің Бесарық ауылында жан-жақты мал шаруашылығы бар, егін бар, бау-бақша бар, тағы да соған қоса біз ақылдаса келіп қазір Абайлар мекемесі осы түйеқұс шаруашылығын осы Бесарық ауылына әкеліп бастап жатырмыз. Осы ақпан айынан бастап қазір 12 бас келген, одан кейін кеше тағы 15 бас келді. Әрі қарай қазіргі таңда 100 басқа дейін өзіміз сатып алып, сосын әрі қарай инкубатор арқылы көбейтеміз деген ойымызда бар. Түйеқұстың келіп жатқан жері негізі Африкадан Өзбекстанға келіп жатыр, Өзбекстаннан сосын бізде Шымкент арқылы Қызылордаға келіп жатыр өзімізге. Енді бірінші карантин мәселесінде тұрады, 10-15 күндей. Сосын барып осында келіп жатыр, облыста біздер Бесарыққа. Сосын қазір мында тағы 10-15 күндей карантинде тұрады. Сосын басқа қорамыз бар ар жақта. Қазір қораны дайындап жатырмыз. 10 күннен кейін наурыз айынан бастап бұлар жұмыртқалайтын уақыты басталады. Сосын әр семья деп айтады. Бөлек-бөлек бір аталығы, сосын 2 аналығын бөлек-бөлек шығарып, оларда жұмыртқалау уақыты басталады. Наурыз айынан қыркүйек айына дейін. Сол аралықта бұлар жұмыртқалай бастайды.